Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мазмұны. Сабақтың мақсаты сілтемелерді ұйымдастыру. Көлемді құжат әзірлеген кезде оқырманға пайдалануға оңай болу үшін оның мазмұнын жасап алу керек. MS Word'та мазмұнды қолмен де автоматты түрде де құруға болады. MS Word'та құжаттың мазмұнын сілтемелер қосымшасында орналасқан мазмұны тақтасының командаларымен орындалады. Бұл командаларды пайдаланған кезде құжаттың мазмұнын өзгерткен жағдайда мазмұны да автоматты түрде өзгеріп отырады. Оқушыларына берілген қысқа мәліметті дәптерімізге жазып аламыз. Мазмұны бұл жинаққа енгізілген бірнеше шығармалардың орналасқан беттерін көрсететін тізім. Мазмұны әр құжатқа жеке жасалады. Мысалы, оқулықта, оқу әдістемелік нұсқаулықта және тағы да басқа. Ал мазмұны бірнеше құжаттан, яғни бірнеше шығармалардың тақырыбы мен олардың бөлімдерінің атауларынан тұруы мүмкін. MS Word'та шығарманың мазмұнын жасау үшін құжаттың басына бір бос бет кірістіру керек, яғни дәл осы сияқты. Сілтеме қосымшасындағы мазмұны тақтасындағы мазмұны командасын орындау арқылы мазмұнын жасауға көмектесетін сұхбат терезесі ашылады. Енді мазмұнды қалай жасаймыз? Менде арнайы Word мәтіндік редакторында жазылған тексттер бар. Енді бізге мазмұнды құру үшін ең әуелі бір бос бет керек. Мінекей бос бетімізді дайындап алдық. Енді әр бетте арнайы тақырыпшалар орналасқан. Енді сол әр беттегі тақырыпшаларды белгілеп аламыз. Одан кейін басты, яғни главная, осының ішінен стильдерін таңдаймыз. Мына жерден таңдап көрейік. Келесі дәл солай стиль командаларын орындап, тақырыптың деңгейін таңдап аламыз. Және үшінші тақырыпты таңдаймыз. Ары қарай 4-ші, 5-ші және соңына дейінгі тақырыптарды таңдауға болады. Енді ары қарай жаңағы дайындаған бос бетімізге, яғни мына жерге тінтуірді қоямыз. Және осы сілтемелердің ішіндегі мазмұнын таңдаймыз. Мына жерден енді бірінші мазмұнды таңдап көрейік. Үстін басамыз. Мінекей. Дәл осындай мазмұн пайда болды. Мына жерде қазақшаға ауыстырайық. Мінекей. Мысалға бірінші тарау бұл үшінші бетте орналасқан. Көреміз. Мінекей. Үшінші бетте орналасқан. Және екінші тарау бұл 4-ші бетте орналасқан. Үшінші тарау 5-ші бетте орналасқан. Дәл осылай мазмұны пайда болады. Балалар енді екінші нұсқасын көрсетіп өтейін. Бұл мазмұнды қолмен жасаймыз. Мысалға жазамыз. Енді мына жерге тақырыпшасын жазамыз. Мысалы бірінші тарау болсын. Осындай нүктелерді қоямыз. Мысалы екінші бет. Ал екінші тарау бұл үшінші бет болсын. Және үшінші тарау бұл төртінші бет болсын. Міне осылайда қолмен жасауға болады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болатын болса, Venn диаграммасы бойынша автоматты түрде жасалған және қолмен жасалған мазмұндардың
ұқсастығы мен айырмашылығына талдау жасаңдар. Яғни екеуін салыстырып, қағазға жазыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.